Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз робототехника тарихы және перспективалары. Оқу мақсаттарымыз робототехника саласындағы адамзаттың жетістіктеріне мысалдар келтіру. Ал балалар, бүгінгі сабақты жағымды көңіл күймен бастау үшін сағат бойынша достар атты психологиялық дайындыққа келейік. Қошеметтеңіз, басыңызды иіңіз, күлімсіреңіз, көзіңізді қысыңыз, қол бұлғаңыз, шапалақтаңыз, жылы сөз айтыңыз, сен кереметсің. Бүгінгі сабаққа балалар сәттілік. Ал балалар ойлантап сұрақтарына жауап береміз. Робот туралы не білесің? Көрген кино, мультфильмдер туралы не айтасың? Соны әңгімеле. Интернеттен, теледидардан робототехника саласына байланысты қандай жаңалықтардан хабарың бар? Ойыңды ортаға сал. Робототехника саласы болашақта қалай дамуы мүмкін? Балалар, осы сұраққа жауап берейік. Жарайсыңдар балалар, өздерің сұраққа жауап бергендей, бүгінгі сабағымыз робототехника саласының дамуы туралы және оның келешегі туралы болмақ. Бүгінгі жаңа сабағымыз балалар, робот дегенде көз алдымызға ғылыми фантастикалық фильмдер мен кітапта бейнеленген роботтар келеді. Атақты америкалық фантаст жазушы Айзек Азимовтың 1950 жылы жарық көрген «Мен роботпын, Ай робот» ғылыми фантастикалық әңгімелер жинағында алғаш рет робототехниканың 3 жаңа тұжырымдалған екен балалар. Мына суретте келтірілген кітапта. Олар, бірінші, бірден-бір робот адамға залал келтіре алмайды, немесе әрекетсіздігімен залал келуіне жол бермейді. Екінші заңы, бірінші заңға қайшы келмесе, робот адамның барлық бұйрығын орындауға тиіс. Үшінші, бірінші және екінші заңдарға қайшы келмесе, робот өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Робот фантастика емес. Робот бүгінгі таңда балалар шындыққа айналған дүние. Оған кір жуғыш машинамыз күнделікті қолданып жүрген авиалайнер және мина тазалағыш сияқты көптеген мысалдар келтіруге болады екен. Бүгінгі робот біздің өмірімізге түрлі салаларға еніп кетті, өнеркәсіп саласында, медицина саласында және де мектеп саласында да осы робототехника қолданыста. Робототехника тарихы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі атомдық өндірістің пайда болуымен де байланысты. Роботтың әлем мойындаған туған күні 1966 жыл деуге болады. Бұл күні Лавочкин атындағы машина құрылыс зауытында алғаш рет луноход бір роботын жасалған екен балалар. 60 жылдардың басында ғылыми техникалық прогресс нәтижесінде механикалық қолмен жабдықталған әмбебап машина құрылды. Бұл өндірістік робот деген атқа ие болды. Роботтардың даму тарихы қазір балалар 3 буынға бөліп қарастыруымызға болады екен. Бірінші буынға программа көмегімен басқарылатын роботтар жатады. Ондай роботтар негізінен белгілі бір қатаң кодталған операцияларды орындауға арналған. Алғашқы программалық роботтар 1960 жылдары өнеркәсіпте қолданды. Бұл роботтарға станоктарға, цифрлық басқарылатын машиналар, пештерге, престерге, өңдеу желілеріне, дәнекерлеу, құю машиналарына және тағы басқа қызмет көрсету үшін сәтті қолданылды. Бірақ бұл роботтар адамның араласуынсыз толықтай тәуелсіз автономды жұмыс істей алмады. Осы және басқа да шектеулер роботтардың келесі буынның пайда болуына жол ашты. Балалар, мына жерде сол станоктардың бейнесі белгіленген 1960 жылы пайда болған роботтардың суреті балалар. Келесі, екінші буынға сезімтал роботтар жатады. Бұл роботтардың алдыңғы буыннан айырмашылығы, олар сыртқы сенсорлық датчиктердің теледидарлық, оптикалық, тактильдік, едәуір үлкен жиынтығымен қамтылған. Сонымен бірге робот денесінде қол немесе аяқ түріндегі сенсорлар пайда болды. Қазіргі кезде су астындағы жүзетін роботтар, ғарыш роботтары, әскери немесе медициналық мақсаттағы роботтар сияқты екінші буын роботтар кеңінен қолданылады балалар. Мына жақта өнеркәсіп роботтары суреті бейнеленген балалар. Келесі үшінші буынға кезек келетін болса, балалар үшінші буынға ақылды немесе зияткер деп аталатын роботтар жатады. Роботтардың бұл буыны басқару жүйесінің күрделілігімен және жасанды интеллектілігімен ерекшеленеді. Мұндай ақылды роботтар адамның іс-әрекеттерін модельдеу үшін ғана қолданылмайды. Сонымен бірге олардың зияткерлік қызметін автоматтандыруға, яғни зияткерлік мәселелерді шешуге бағытталған екен балалар.
Балалар, роботтың тарихымен таныстық, енді оның келешегі мен қазіргі кезде дамып келе жатқан роботтар туралы видеоны тамашалайық. Пульково робот-техникалық форумында әлемдік робот-техника нарығына аналитикалық талдау ұсынылды. Талдауды Сбербанк робот-техникалық зертханасы дайындады. Сол аналитикалық талдаудың екінші бөлімінде роботтың анықтамасы мен жіктелуі келтірілген. Осы аналитикалық талдау бойынша бір уақытта берілген үш шартқа сәйкес әрекетті орындайтын кез келген механизм робот деп атауға болады. Ол қандай шарттар дейтін болсақ, сенсорлардың көмегімен сыртқы әлемнен ақпарат немесе команда қабылдау. Бұл жерде сенсорлар қызметін атқаратын құрылғыларға микрофондар, камералар, әртүрлі электрлі, механикалық және тағы басқа датчиктерді жатқызуға болады. Әрекет қабылданған шешімнің нәтижесінде қозғалысқа келу, сыртқы әлемге қандай да бір түрде әсер ету. Ойлау, сырттан келген ақпаратты немесе команданы түсіну, ойлану. Түсіну және ойлау нәтижесінде әрекеттерді жоспарлау және шешім қабылдау. Балалар, роботтың негізгі түрлеріне тоқталып өтейік. Өндірістік робот бұл өнеркәсіпте адамдарға ұқсамайтын, бір орында тұрып жұмыс істейтін стационар роботтар жиі қолданылады. Оларға робот-станоктар, өндірістік желілер және манипуляторлар жатады. Медициналық робот бұл хирургиялық ота жасау, тамырға дәрі жіберу, массаж және тағы басқа жұмыстарға қолданылады. Ең танымал хирургиялық робот Да Винчи. Оның көмегімен бірнеше хирург-операторлар жоғары дәлдіктегі оталарды жасайды. Адам ағзасына күрделі ота жасау үшін өте кіші нанороботтар қолданылады. Тұрмыстық робот бұл ауыр жұмысты жеңілдетіп, көмекші қызметін атқарады. Бұл роботтар хатшы болады, бөлмелерді тазалайды, жануарлардың қызметін атқарады. Мысалы, кейбір бұйрықтарды орындай алатын робот-ит, робот шаңсорғыш, тағы басқалар бар. Әскери робот бұл әдетте қашықтықтан басқарылады және ерекше қауіпті жағдайларда адамды алмастыра алады. Бұл роботтарға робот мина тазалаушы, робот танк, робот санитар және тағы басқа түрлері мысал бола алады. Робот мұғалім бұл мұғалімнің көптеген қызметін атқарады. Мысалы, дауыстап оқиды, бірнеше тілде сөйлейді, тапсырмалар бере алады. Мұндай роботтар әзірше адамның эмоциясын ажыратып, ол сияқты ойлай алмайды. Ал балалар, қазір ширату сәті роботтың қимыл қозғалысын, ым-шарасын келтіріп бірге билейміз. Осы видеоға қарап билеп, сәл денемізді қыздырып, үзіліс жасап алайық, балалар. Кеттік.
тақырыбымыз бар тапсырмалар орындайық. Талдаймыз. Америкалық фантаст жазушы Айзек Азимовтың тұжырымдаған 3 заңына талдау жасаңдар. Осы заңды қарапайым түсінікті тілде басқаларға жеткізіңдер. Келесі жинақтау балалар. Болашақта адам мен роботтың өзара қарым-қатынас жасауының белгілі бір этикалық ережелері пайда болуы мүмкін бе? Өздерінің этикалық ережелерді ұсыныңдар балалар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін қорытынды сұрақтарға жауап береміз. Ойлануға берілген сұрақтар. Бірінші сұрақ: заманауи робот жайлы не айта аласың? Роботтың дамуы біздің тіршілігімізге қалай әсер етеді? Адам мен роботтың қандай басты 3 айырмашылығын атай аласың? Осы сұрақтарға жауап берейік. Ал балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлерің туралы осы кері байланыс арқылы өз әсерлеріңді бөліссеңдер болады. Бүгінгі сабақта не білдіңіз? Бүгінгі сабақта не түсініксіз болды? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Балалар, Падлет ссылкасын басу арқылы өздерінің кері байланыстарыңды Падлет арқылы, комментарий арқылы берсеңіздер болады. Үйге тапсырма: менің болашақ робот досым атты әңгіме жазу. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.